Сәлем қыздар, Мадинаның асханасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай ажурные блинчики жасауды үйрететін боламын. Құрамы өте оңай, бір жасағаннан шығатын рецепт бұл. Дастархандарыңыздың сәнін келтіріп тұратын тәттілердің бірі бұл. Ал енді жасалу жолына келсек, алдымен жұмыртқамызды араластырып, үстіне қантымызды саламыз. Жақсылап араластырып, жарты қасық ас содасы және де жарты қасық тұзымызды салып және араластырамыз. Араласып болғаннан кейін сүттің температурасы қатты маңызды емес, бір стакан сүт құйып және артынан сұйық майымызды құямыз. Сосын ұнымызды саламыз. Ұнымызды 2-3 ретке бөліп салсаңыздар өте жақсы және араласқанда арасында комок болып қалмайды. Соңынан міндетті түрде қайнап тұрған кипяток су құямыз. Артынан тағы да ұнымызды салып, жақсылап біркелкі массаға айналдырамыз. Құрметті қыздар, осы жерде мен сіздерге бір лайфхак айта кетейін. Табаңызды міндетті түрде қыздырып құйсаңыздар, беті осындай тесік, ажурный болып шығатын болады. Осылай пышақтың көмегімен арасын ашып, алып, енді кері қарап аударамыз. Мінекей менде осылай күшті болып шықты блинчиктарым. Ровно 18 блинчик шығады. Осы құраммен жасасаңыздар, міндетті түрде жасап, мені белгілеп комментарияға жазып кетіңіздер. Мен сіздердің ответтеріңізді күтемін, және де тіркелуді ұмытпаңыздар.